деген адам өзгеріп кетеді. Солай расында келеді, солай біз ғой, ішін жан дүниені тазалап, солай көзқарасы өзгеше болады дейді. Адамға сәлем де өзгеше болады, кәсіптері де өзгеше болады дейді. Солай әсер етеді ма? Жердің өзі қасиетті жерді басқан екен, адам өзі тәуелсіздікке келіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрген ізімен жүресіз ғой. Осы 14 ғасырдың тарихы сол жерге барасы. Анеге барғанда бір енді білмеймін, айтсам мен оқып барғанда өмірім өзгеріп кетті. Ана жерде барған Алланың өзі. мен былай айтып берейінші, түнгі сағат 11:30-да біз Мекке қаласына бардық та, түнгі 11:30. Сөйтіп Кағбаға бардық өтіп жатыр. Сонда Кағбаны көргенде мен жыладым. Неге? Мен осы Жабонда имам болып жүрген кезде мешітке бір кісі, үлкен қартысы 37 үшік жай намаз алып келді мешітке. Biz